Алтай мен Атыраудың арасындағы атыраптан Алтай бұрын басталған ауыздарында әзіл, қимылдарында қалжыны бар әзілкештердің ақтық мәредегі сайыстарын бірге тамашалайық достар. Бұл ұлттық арнада көңіл ашар финал достар. Бүгін міне финалдың бірінші күні. Қап деген жерден қалт жібермейтін қазылар құрамымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасында қошеметтеріңізбен достар, көңіл ашар бағдарламасының алғашқы күннен қазылар алқасында төрелік етіп келе жатқан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актер, режиссер, ұстаз Сайлау Қамиев. Сайлау Қамиев достар. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер, көрермендер, ұлттық арнаның миллиондаған көрермендерінің көз айымына айналған қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Рахмет, қошеметтеріңіз. Сайлау мырза, төрлетіңіз, жоғарылатыңыз. Филология ғылымдарының кандидаты, ақын, айтыскер ақын, профессор Серікзат Дүйсенғазин. Қошеметтеріңіз Серікзат Дүйсенғазин. Серікзат мырза, көрермендерге, бүгін осы финалистерге өзіңіздің бір қысқа нұсқа тамаша тілегіңіз. Бұл финалдың тобын ашар. Құрметті көрермендер, сіздерге көтеріңкі көңіл күй, біздің финалистерге сәттілік тілеймін. Бәрекелді, Серікзат Дүйсенғазин. Және талантты актер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеуілов. Жалпы көрермендердің айтуы бойынша, және біздің қатысушыларымыздың айтуы бойынша, Нұркен осы қазылар алқасының ішіндегі өте қатал қазылар алқасы мүшесі екен. Мына финалға өткен, жалпы бәреге жеткен шын мықтылар ғана келет. Бауырын жаза шауып, оза шауып жеткендерге мен табыс тілеймін, Тұрсынбек. Мына көңіл ашардың ғұмыры ұзақ болсын. Тек қана бізге көңіл сыйласын. Рахмет. Бәрекелді, қошеметтеріңіз достар, Нұркен Өтеуілов. Финалға жолдама алған. 300-ден 300-ге ілікті, 300-ден 120-ға ілікті, 120-дан 32-ге ілікті, 32-ден 24, 24-ден 10, 10-нан міне финалға 4-еуі қалды. Таныс болыңыздар. Асылхан Дүкенбаев, Қызылорда. Қабыл Батырхан, Шымкент қаласы. Мейіржан Алтыбаев, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы. Және Нұрболхан Шарапов, Астана қаласы. Міне, 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік десек те болады. 4-еу финалға жолдама алды. Жігіттер, 4-еуіңізге де табыс тілейміз. Мен сіздер жаңа ортаға бұл реттік бойынша шақырдым. Арғара енді мына жеребей бойынша өздеріңіздің осы 4 күн қатарынан өнер көрсететін реттіктеріңізден бастасаңыздар. Асылхан, сомен құрметті достар, 4 күн қатарынан Асылхан бізде реттік бойынша 3. Қабыл. Қабыл осы бірінші болатын шығар. Қабыл 1. Қабыл бізде бірінші болып өнер көрсетеді. Мейіржан. Мейіржан нешінші болады деп ойлайсыздар? 4.
Мейіржан 4 және Нұрболхан 2. Ал жігіттер, үшеуіңізге әрине келесі бөлмеге бар дайындала тұрыңыздар. Сахнада Қабыл Батырхан. Сонымен достар, бірінші күннің бірінші тапсырмасы, енді біз кішкене әдебиетке қарай жол бұрсақ деп отырмыз. Бірінші, жігіттер, 1 минут 40 өтірік, заманауи тұрғыда, заманауи мақал мәтел, заманауи жұмбақ және заманауи ертегі жігіттердің көз қарасымен. Жақсы, бірінші от бастайтын бізде, әрине сахнада, жеребе бойынша Қабыл Батырхан, Шымкент қаласы. 40 өтірік дегеннен шығады. Мен енді бір күні өзім арнайы бір туған күнге шақырып, үйде жатсам шақыру билет келді. Қарасам, шақыру билетке жазып қойыпты: құрметті Қабыл мырза, сізді 40 жасқа толған қырықаяқтың туған күніне шақырамыз деп жазып қойыпты. Сонымен адрес бойынша барсам, қырықаяқтың үйі өз бір 40 есігі бар екен, бір есігінен кірдім. Кірсем, өңшең жан-жануар, шыбын шіркей, жаңалегі қолданыстағы заттар бәріне тілі бітіп, бәрі тойлап жүр. Енді анау туған күн басталмай атып, үйде тұратын сабындар жаңале бір-біріне тигімей, ары бер официант болып жүр ортада. Кіріңіз деп қояды. Сонымен егер туған күн басталды, ана жерде енді қыздар керек деді. Әр тұртта қасқыр айтты: мен 3 қыз шақырдым, солар керек деді. Сөйтсе ғана айтқан 3 қыз, 3 жылан ғой. Юбка киіп алған 3 жылан бүйтіп келе жатыр. Үшеуі былай сырға тағып алған керемет. 3 жылан отыр, туған күн басталды, тамада түлкі. Тұрып алып айтады: енді сөз кезегін осындағы біздің аң патшасы арыстанға берейік деді. Арыстан тіс ауырып отыр деймін, көп сөйлемеді. Сонымен не керек, туған күн қызы батыр. Әлгі жерде мен қонақ болып отырмын, адамдардан бір өзім барғам, туған күн қызы батыр, жыландар билеп батыр. Бір уақытта шыққан кезде жаңа жылан мен қасқыр биледі. Қасқыр шақырған ғой, арасында бір сұлу жылан да бар, билеп батыр. Бір уақытта вальс қойылды, свет өшті, билеп батыр. Ана жылан қасқырды орап батыр, айналып батыр. Қасқырын кетіп батыр, аяғы бүйтіп, төбесі былай қарай қайырылмай, қой деймін деп қояды. Енді ана жыланды, ана жерде 1-2 жыландар қызған жүр, өтіп барады, бүйтеді, ана кобралар ғой, кетіп барады, деп қояды жаңа, қызған бір-бірінен. Сонымен не керек, сол туған күннен мен бір нәрсе ұққаным, біз көп нәрсені, жан-жануарды, оларды біз қатты жаман деп, оларды бір тіпті біз иттерді шеттетіп отырмыз. Бірақ ең мен байқағаным, сол жердегі ең салиқалы тілек айтқан ол ит болды. Ит ордан тұрды айтты: айналайын қырқаяқ, сен кішкентай болсаң да, мен саған 40 жасқа толып жатқан туған күн тілек айтайын. Біз адамның қасына жүріп, адамнан алған қасиетті біз сендерге үйретеміз. Ең бастысы, біздің бірлігіміз ажырамасын деді. Сонымен бәрі бір-бірімен билесіп, тарқасып қайтты. Көзімді ашсам, азан болып сабаққа кеттім мен. Рахмет. Рахмет. Бірінші берілген тапсырма 40 өтірік, Қабыл Батырхан. Құрметті қазылар алқасы, бірінші берілген тапсырманы түртіп қойсаңыздар болады өздеріңізге. Екінші, заманауи мақал мәтел. 5 мақал. Бірінші мақал: балық басынан шірейді, опел астынан шірейді. Екінші мақал: бала тілі бал, ене тілі кубал. Үшінші мақал: екі адамның ортасында достық қымбат. Біздің оңтүстікте қалың мал, көрпе төсек, жастық қымбат. Тұрмысқа шықсаң ерінбей, шығады қардың тіленбей. 5-ші мақал: достықта берік бол, әрқашан досыңа серік бол, Сайлаубек. Ой, жеңге! Жақсы, 5 мақал айтылды. Енді заманауи 3 жұмбақ. Қазылар алқасына жасырасын. Іздеп бөлме арасын, әрең іздеп табасың. Қазылар алқасы. Не ол? Ойланыңыздар. Іздеп бөлме арасын, әрең табасың. Іздеп бөлме арасын, әрең іздеп табасың. Көрермендерде қосылуларыңызға болады. Нұсқаларыңыз болса. Серзат. Жоқ, менің ойымда сол интернет тұр енді. Интернет? Иә. Wi-Fi да? Солай деп ойлап тұрмын. Сайлау. Ер адамның нәскиі. Шұлық қазақшасы. Шұлық. Нұркенде жоқ. Өзің жауабың?
Розетка. Розетка. Қарайсың ғой? Ән айтатын құс. Әнші Беркут. Дәл тапты. Дәл тапты. Қошеметтеріңіз достар, қазалы қас тапты. Енді үшінші. Ән айтатын құс бүркіт болып шықты. Күндіз түні ұшады гүлге толы құшағы. Күндіз түні ұшады гүлге толы құшағы. Қыз. Күндіз түні ұшады гүлге толы құшағы. Қайрат Нұртас. Жақсы. Ал үшінші тапсырма, төртінші тапсырма ертегі. Бір күні ерте деді бір кісі өте жағдай нашар, мынау енді көшеде жүрген әркімнен қайырсатын бір қайыршы болыпты. Бір күні бір зәулім үйдің алдына келіп, байдың үйіне келіп, қайыр сұрап отса, жаңалегі үйдің алдына бір сол үйдің егесі бай кепті. Бай келіп өзінің мықты машинасын тоқтайды, ішінен жаңалы көмекшілер есікті ашып түсіреді, ішінен кетіп бара жатқан кезде үлкен кісі үн қатады. Балам айналайын, маған нанға бір тиын тебен бересің ба? Сонда үлкен кісі жаңа бай кісі тұрып алып, ей, сен немене дала кезген бейшара? Ей, сен біле білсең, мен мына үйді өзім салдым, өзім тұрғыздым, мен мына үйді өзім үйттім, өзім жеттім мына байлыққа дегенде, ана кісі тіл қатты. Балам, өзім деме, өзім дегеннің өзегі түсер. Өзің емес, әуелі құдайыңды ұмытпа дейді. Маған кім не көмектесті? Маған ешкім көмектескен жоқ дейді. Сонан кейін амал жоқ, ал сұраған қайыршыға қасындағы көмекшілер 200 теңге береді. Сол 200 теңгені алған әлгі қайыршы барып магазиннен, дүкеннен нан алады. Нан алғаннан кейін үйіне кеткеннен кейін 200 теңге дүкеншіде қалады. Дүкеншіге баласы келіп, мама, анашым, мектепке маған ақша бересің ба десе, мә ала ғой деп 200 теңгені баласына береді. 200 теңгені алып баласы мектепке қарай кетіп бара жатқан кезде қасынан бір дос шығады. Маған бүгін анашым маған тамаққа ақша бермеді, сен маған бере тұрасың ба дейді. Жарайды деп екеуі барып, мектептің асханасына барып, досына тамақ әперіп, әлгі 200 теңге асханашыда қалады. Сонымен 200 теңгені алған әлгі аспазшының баласы келіп, анашым маған 200 теңге жетпей тұрған еді, бір доп алайын дегенім дейді. Сол кезде барып баласына береді, баласы барып доп алады, допша саудагерді 200 теңге алады, 200 теңге саудагердің баласы алады, баласы алып өзінің жаңа сүйгенімен сайбақта келе жатады, сайбақта келе жатса қолынан 200 теңгесі желмен ұшып жерге түседі. Сол 200 теңгенің қасына келіп, қолындағы тырнағы өскен, тарам бір қолғып 200 теңгені алады. Сөйтсе, сол баяғы бай 200 теңгені алады. Сөйтсе, баяғы бай қайтадан бейшара күйге кешіпті. Не нәрсе болса да, айтқан сөзің қайтып өзіңе келмеске кім кепіл. Ертегінің түйіні осындай. Рахмет, құрметті достар, міне бүгін енді финал болғасын осындай кішкене бірінші күннің сайысын күрделі және өзіміздің осы мақал, мәтел, жұмбақ, ертегі, қырық өтірікке тоқталып отырмыз. Ал бүгінгі осы қабылдың жалпы өнеріне, қырық өтірік, заманауи мақал, жұмбақ, ертегіге қазір алқасы. Өздеріңіздің пікірлеріңіз. Жалпы мына сайысқа осы жанрды осы қосқандарыңызға мен құптаймын, қуанып отырмын. Себебі ауыз әдебиеті осындай жерлерден көріну керек. Енді жаңағы қырық өтірігіне келейік. Қырық өтірігің енді маған ұнады. Жақсы, сюжетті жақсы, жаңа жүйелі ойың. Заманауи мақалдарың, иә, жаңағы ана баланың тілі бал, ененің тілі көбал дегендерің сондай бір мен естімеген. Бұл өзіңнің ойлап тапқан мақалдарың шығар деп ойлаймын енді. Мүмкін бар жерде. Әрине, өздерінің ойлап шығарғандары бұлар. Енді жұмбақтан 2 жұмбағың сәтті болды. Енді ертегі 9 десең. Ертегі байланысты, ертегінің осының жанры бар, сатиралық ертегі деген. Соларды оқуың керек еді. Бұл ежелден бар біздің ата-бабамызда. Сол сатиралық ертегілерді оқып, сол жанрда құруың керек еді. Бағдарлама сатиралық болғаннан кейін юмор болса деп едім. Рахмет. Жақсы, құрметті достар, Қабыл Батырхан, қошеметтеріңіз. Келесі болып бізде өнер көрсететін екінші Нұрболхан Шарапов, Астана қаласы. Жақсы, Нұрболхан, бірінші қырық өтірік, 1 минут. Бір күні жиналып алдық, путевка алдым, путевка алып Антарктидаға қарай кеттім. Антарктидаға қарай бардық, Антарктидаға бара салып енді күн көру керек. Ол жерде барсам күн шыжып жанып тұр кәдімгідей. Күн ыстық, айналаның бәрі деген талдар өсіп тұр, кәдімгідей күн ысып жанып тұр. Сосын енді ержігіт өмірінде үш нәрсе істеу керек қой. Бірінші жер қазу керек, екінші егін егу керек, сосын үшінші от жағу керек.
Сосын от жақтым, ана жерге от жағып алдым да, жерді қазып, сол жерге егін ектім сол жерге. Антарктидада да. Егін ектім, күн көрейін дедім да, енді күн көріп, егістіктің бәрін гүлдей жайнап, жайқалып шыққан ана жерде барлығы қарбыз болып шыққан да, қарбыз болып. Бір қарбыздың ішін барып жарып қалсаң, помидор шығады күшті кәдімгідей. Бір қарбыздың ішін жарып қалсаң барады да, макарон шығады кәдімгі. Макарон бәрін жинап алдым да, үйге азық-түліктің бәрін толтырып тастадым үйге кәдімгідей. Толтырып тастап, рахат, күн кешіп, рахат кәдімгідей. Мына жақта рахат өмір ғой деп сөйтіп бір күні оянып кеттім сол кезде. Оянып кетсем, айда жүр екенмін. Айда. Сосын жай жағыма қарап қоямын, бүйтіп қарап тұрдым. Қараңғы ма әлде жарық па деп қоямын. Сосын бүйтіп ойланып тұрдым, ай, бүгін жаңбыр жауады ау, себебі ай жоқ далада дедім да. Сөйтіп енді ойладым енді, мына жақта күн көрген болмайды ау. Мен Қазақстанға қайтайын дедім да, бүкіл заттарын бәрін жинап алдым да, такси ұстап Қазақстанға қайттым. Қазақстанға келгеннен кейін келсем, енді мен Қазақстан футбол құрамасында ойнаймын ғой. Келсем, менсіз ойнап жатыр футбол дегенде. Барып счетты қарап қалсам, 18-3 Қазақстан алда келе жатыр. Бүкіл халық волна жасап тұр. Кәдімгі күшті. Біз себебі мен екем ғой құртып жүрген. Мен алдыңға нападающийде ойнайтын едім да, мен салмай жүр екем ғой. Менсіз гол салып жіберіп жатыр, голды жіберіп жатыр. Әйтеуір соңында Қазақстан бүкіл дамып кеткен, кәдімгі футболдан чемпион болып жатыр. Ақыр соңында бүкіл бақытты ғұмырға, бақытты күн кешіп жүрген Қазақстан келгеніне қуанып кеттім кәдімгі шынымен. Рахмет. Рахмет. Бұл бірінші. Келесі 5 мақал заманауи. Досы көпті жау алмайды, баласы көпті бай алмайды. Нұр Отан, саған айтам, Жас Отан, сен тыңда. Алыстан арбалағанша КамАЗбен бір рейс жаса. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал ұйықтап жатыр. 5-ші, қызым, саған айтам, сен ешкімге айтпай, иә? Жақсы, 5 мақал өте тамаша. Енді жұмбақ заманауи. Жұмбақ. Жасырайын, сіздер тауып көріңіздер. Сырты қара, іші қызыл. Ау? Калуш? Жоқ. Иә. Негр. Негр. Сырты қара, іші қызыл. Негр. Әдемі, күлкілі. Жақсы, келесі. Ер десең ереді, ерме десең де ереді. Иә. Көлеңке. Көлеңке ғой. Иә. Шаштаразға келіп тұр, тек әңгімемді жіберіп тұр. Әйел? Жоқ. Ал? Иә, тақырбас адам. Тақырбас адам. Жақсы. 4 тапсырма берілді. Қазір алқасы. Сайлау Қамиев. Нұрболхан, жалпы маған сол 40 өтіріктен бастап ұнады. Ол жерде кәдімгідей көңіл күй болды, шынымен де өтірік болды, және әзілге құрылған өтірік болды, және де ол жерде кәдімгідей фантазия болды, яғни қиял болды. О жағынан келгенде жалпы жақсы. Жалпы 4 тапсырманы да өзінің деңгейінде әзірге менің көңілімнен шыққан осы өзің болып тұрсын. Іске сәт. Бәреке, берілген тапсырманың 4-еуінде өте жақсы жоғарғы деңгейде орындады деп отыр қазылар алқасы. Нұрболханға қошемет көрсетейік, достар. Келесі бөлмеге бар дайындала тұр. Келесі сайысқа алымен ортаға Асылхан Дүкенбаев, Қызылорда. Асылхан, енді жаңаға Нұрболхан өте жақсы өнер көрсетті. Мына қазір Асылханның өнерін тамашалайық. Бірінші 40 өтірік, Асылханның нұсқасы. Тыңдайық. Өтірік өлең айтып айла қылдым, манапатты қолыма найза қылдым. Айымбетіп айдынды көру үшін 65 жыл адасып айда жүрдім. 120-ға келгенде нәресте боп, 45-ке келгенде гайға кірдім. Эминеммен екінге той басқартып, бір жан салмен бірігіп тойда жүрдім. Жақында Turkvision'ды ұтып алдым, шашымды кептіруге үтік алдым. Майкл Джексон Қызылордаға келген кезде Қорқытпен бірге барып күтіп алдым. Сақал қойған әйелді көрдің бе деп Кончитаның 2 көзін шұқып алдым. Наполеон звондады таксофонмен, Билл Гейтс қаржы ақысы сұраған соң 500 теңге банкоматтан ақша бергем. Джеки Чанның баласы үйленгенде өзім барып бет аштым саксофонмен. Өзіме бір театр ашып алдым, қанатты да автомат қып қасым алдым. Кіргізші деп жалынып қоймаған соң Тұрсынбек Қабатовты қасым алдым. Заманауи мақал. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы, секретарша директордың құлағы. Аспандағы жұлдызды телескоптан қарайсың, ал жердегі жұлдызды перископтан қарайсың. Заманауи мақал.
жұлдыз болғысы келетін қыздарға арналған мақал. Есің барда Есентаеваны тап. Соңғы мақал: жаман иттің атын бөрбасар қояды, жақсы бағдарламаның атын көңілашар қояды. Ай, бәрекелді, тамаша. Ал енді 4-ші тапсырма заманауи ертегі. Енді менің ертегім заманауи болғаннан кейін былай басталады. Бүгінде, бүгін күннің күнінде кемпір мен шал болыпты. Екеуі үйінде, қара үйдің ішінде іштері пісіп отырып, былай қарай қарап қалса, төстікке ұқсайтын жөстікті көреді. Сөйтіп шал жаңаға жөстікті алып, мынау не деп былай шұқып кемпірінен сұрайды. Екеуі білмей, шал тұрып, мен бұны сұрап қайтайын деп атына мініп жолға шығады. Сөйтіп жөстікті қалтасына шал атымен жолда келе жатса, алдынан бір топ қасқырлар кездеседі. Сөйтіп қасқырлардан сұрайды: ой қасқырлар, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер, қаяққа бара жатсыңдар десе, біз болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға бара жатырық деп айтады дейді. Сөйтіп жаңағы шал: ай дұрыс, қасқырдың балалары бармағанда ол жаққа кім барады деп әрмен қарай кете беріпті. Сөйтіп шал жолда қайтадан келе жатса, алдынан пингвиндер кездеседі. Шал таң қалып: ой пингвиндер, сендер деген солтүстікте тұрмайсыңдар ма? Біздің оңтүстікте не істеп жүрсіңдер десе, пингвиндер айтады: біз Серпін 2050 бағдарламасы бойынша осы жақта оқып жатырмыз деп айтады дейді. Сөйтіп атымен жаңағы шал түн жүреді, жаңағы шаршаған ат бір жотаның түбіне келіп өліп қалады. Шал бір кезде қалтасынан ноутбугын шығарады да интернетті ақтарып ат іздей бастайды. Сөйтіп барлығы Ресейден әкеп жатыр ғой деп Ресейдің жылқыларын іздеп қараса, Ресейде құнан, жаңағыдай айғыр кіргізуге болмайды екен. 2010 жылдан жоғары құлындарды ғана кіргізеді екен. Сөйтіп шал атын тастап әрмен қарай жаяу кете береді. Сөйтіп келе жатып, бұның бір шешімін білсе, бай білет деп байдың үйіне келіп қонады. Сөйтіп байға келіп: о байеке, мен үйде отыр едім, бүйтіп жоғары жақтан қарап қалып, мына затты тауып алдым. О байеке, мынау не деп байдан сұраса, бай жаңағы жөстікті қолына алып, былай ұстап, мынау PlayStation-ның жөстігі емес па деп айтады дейді. Шал қуанып кетіп, үйіне қарай жүгіріп, кемпіріне барып, үйіне есігін ұрса, есігі құлып тұр дейді. Бір кезде тұрады да кемпірінің телефонына звондайды. Болмаған соң үй телефонына звондайды. Екеуінде көтермегеннен кейін домофонына звондайды. Сөйтіп кемпірдің үйінің есігін ашып, кемпіріне келіп: кемпір, мен мынаны білдім, мынау PlayStation-ның жөстігі екен десе, кемпірі: PlayStation деген не деп айтады дейді. Балалар, осымен ертегі аяқталды. Асылхан Дүкенбаев, Қызылорда. Ал қазақ алқасы бірінші 40 өтірік заманауи мақал, заманауи жұмбақ ертегісіне қандай баға? Серзат Дүйсенғазин. Асылханның 4 тапсырмасы заманауи болды. Жақсы жүйелеп, көрерменге күлкілі қып, елдің көңілін көтеріп, жақсы жеткіздің. Ол жағын қолдаймын. Тек қана енді бас жағында жаңағы қағазбен шыққанды құптамаймын. Сахнаға шыққаннан кейін әртіс соны жаттап шығу керек. Мүмкіндігің болмады ма, уақытың болмады, білмеймін, бірақ негізі қағазбен тұрған аса әдемі емес. Бұдан кейін Асылхан осыны ескер. Жақсы, Асылхан Дүкенбаев, қошеметтеріңіз достар. Асылхан келесі бөлмеде әрине күде тұр. Қазір біраздан кейін сіздер сахнаға қайтадан шақыратын боламыз. Ал 4-ші болып өнер көрсететін Мейіржан Алтыбаев, Шығыс Қазақстан облысы. Мейіржан, саған түсінікті ғой, 4 тапсырма. 40 өтірік, бірінші кеттік, бастаймыз. Жалпы айта берсем әңгімем сіздерге өтірік маған үшін. Үйде жаттым, достарым сол айға шақырды. Енді айға өзімде барып қайтайын деп отырғам. Сол не істеймін, қалай барам деп ойланып, бір шыбын ұстай салдым. Сол шыбынға отырып, кетіп бара жатқан аспанның үстіне келіп бензин өтіп қалды. Сол арғы ай жақын ғой, бара салам деп жаяу бардым. Соны достарыма звондадым: алло, келіңдер, мында керемет кеш болғалы жатыр, айда дедім. Айда күн деген жап-жарық екен ғой деп шақырдым. Сол Барак Обама бар, Қайрат Нұртас бар, Анджелина Джоли үшеуі келді. Масаға отырып шыбынға, сол кезде шыбын табылмай қалды, я. Шіркейге отырып келді, я. Соны айттым: қаншаға отырдыңдар десем, 1000 теңгеден дейді. О, қай жерден отыр? Вокзалдан дейді. Айттым: осы вокзалдың масалар адамның осы қан сорған, адамды сорған жақсы көреді дедім. Вокзалдан бір остановка шықсаң 300 теңге ғана келіп жатырмыз ғой деді. 300 теңге. Жарайды, не керек, ан жақтағы достарымыз кәдімгі дастархан жайып саған еді. Енді Қайрат Нұртас келген жоқ, бірақ афишасы тұрды сол жақта. Ол шын. Сол дастархан жайып саған бір көбелек әкеп тастады, оны жылқы сияқты екен, екі жаясы. Көбелекте де өт болмайды екен ғой.
Содан не керек, тамақ ішіп бәріміз қызғу ойнадық. Қызғу келе жатқанда мен түсіп құлап кеттім аспаннан. Құлап келіп бүйтіп келе жатырмын, бүйтіп келе жатырмын. Бұлт ұстайын десем, бұлттың бәрі тарқап кеткен деп осы жерге түсіп тұрмын. Сол көргенімді айтып тұрмын енді. Жаңа келдім сол жақтан. Бәрекелді достар, берілген 1 минут уақыт өте тамаша. Мейіржанның бірінші қырық өтірігі, екінші заманауи мақал. 5 мақал. 13-те iPhone иесі. Малды теппе, қарық сатады. Қызды теппе, әкең жұмыстан шығарады. Қаза шахтер боласың, ұрса бақтер боласың. Әкімнің аузы жесе де қан, жемесе де қан. Көп түкірсе насыбай атады. Жақсы, мақал матель, 5-еуі де тамаша. Заманауи жұмбақ, 3 жұмбақ. Өтемін деп бекінеді, жағажай емес шешінеді. Дұрыс! Оботы, келесі. Есек демес, ат демес, екеуі демес, жат демес. Есек демес, ат демес, екеуі демес, жат демес. Есек демес, ат демес, екеуіне жат демес. Хау? Жоқ. Қазір алқасын, нұсқаларыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, өзіңнің. Есек демес, ат демес, екеуіне де жат демес. Деон Некси дейді машина. Деон Некси. Жақсы. 3-ші. Шекеңнен шертіп қинайды, көрсетіп ақша жинайды. Бұл жерде бір нұсқа болған сияқты қандай? Курсовой? Курсовой дейді. Жоқ. Менің ойымша, бұл енді көрсетсе шілдехана ғой енді. Айтайын ба? Айт. Сүндет той ма? Сүндет той! Дұрыс таптыңыз. Да, керемет. Қазір алқасы. Нұркен. Мейіржан, өте тапқырсың. Ойың ұшқыр. Деңгейің көрініп тұр мынау әзілдегі. Жаңаға бірінші қырық өтіріктің өзін мен ойлап қалдым, осы жерге келіп шығардың ба деп. Жаңағы жігіттердің әңгімесін естіп отырып, ана жақта бір керемет қырық өтірік болды. Оқ бойы алда, жаңағы алдыңдағы жігіттерінен қырық өтірігіңде, мақалыңда, жұмбағыңда. Рахмет, жарайсың. Жақсы, қошеметтеріңіз достар. Мейіржан Алтыбаев, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы. Ал міне жігіттерге берілген тапсырма аяқталды. Жігіттерді ортаға шақырайық. Бағаларын білу үшін алғашқы күн, алғашқы сайыс тамаша. Асылхан Дүкенбаев, Қабыл Батырхан, Мейіржан Алтыбаев, Нұрболхан Шарапов. Өте тамаша. Жалпы аяғасы жаман емес. Бірінші күн, бірінші сайыс. Жақсы, қазір алқасы дайын болсаңыздар, жігіттердің бағалары. Бірінші болып бастаған Шымкент қаласы Қабыл Батырхан 5-4-4.